Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз сауат ашу негіздері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз менің отбасым, у дыбысы мен әрпі. Сабағымызды шаттық шеңбермен бастайық. Амансың ба алтын күн, амансың ба көк аспан, амансың ба достарым, сендерді көрсем қуанам. Тамаша, балалар. Балалар, бүгін біз жаңа әріппен танысамыз. У дыбысы мен әрпі. Қане барлығымыз айтайықшы. У дыбысы, балалар, басқа дыбыстар сияқты емес. Ол бірде дауысты, бірде дауыссыз дыбыстар қатарына жатады. Ендеше у дыбысы кездесетін сөздерді бірге айтайық. Уәзір, уәзір, уыз, уыз, уылдырық, уылдырық, уыз, уыз, у қалақай, у қалақай, у тас, у тас, уағызшы, уағызшы, у әрпі, у әрпі. Жарайсыңдар, балалар. Енді әліппе дәптерімізді ашып, тапсырмаларды орындайық. У әріпімен таныс бол, және өлең жолдарын менімен қайтала. Жел шайқайды, уларды, улар содан шулады. Қараңдаршы, балалар, ағаштың бұталары қандай әріпке ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар, у әріпіне. Келесі тапсырма көркем жазу. Қолымызға қалам алып, үзік сызықтардың үстінен у әріпінің баспа түрін бастырып жазайық. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Олай болса, көңіл күйіңді смайликке белгіле. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.